Ал енді Сәбит Мұқановқа оралайық. Ол неге сатты? Қанарбаеваның айтқаны, ең сұмдығы Сәбит Мұқанов болды. Сәбит неге соңына түсті? 1919 жылғы соғыс кезінде жетім бала Сәбитті Мағжан атасы Жұмабай қажыға жібереді. Жұмабай қажының жылқысында Көкдауыл деген сетер аты болған. Бірде Сәбит шанаға сол Көкдауылды жегіп, байдың балаларын қыдыртып жүреді. Сол кезде Көкдауылдың аяғы інге кіріп, мертігеді. Атпас Жұмабай Сәбитті бишікпен сабап-сабап, уәде еткен киімінде бермей қуып жіберген. Өмір мектебінде Бекен деген оңбаған уәде берген киімін бермеді деп айтқан. Ал себебін қозғамайды. Сол күннен бастап Сәбит Жұмабаев әулетіне өшігіп, соңына түскен. Мағжанның ұсталуындағы Сәбит Мұқановтың рөлі үлкен. Мағжан түрмеде Иван Фетисов деген Парижден оқып келген профессормен бірге отырады. Сол Фетисовтан медицина ілімін үйреніп, фельдшер деген мамандық алып шығады. Сол кісі Мағжанға қайтпа деген ақыл айтады. Қазір Қазақстанда қан қасап жүріп жатыр. Сен қал деп, өзінің Ленинградтағы Таисия атты қарындасының телефон нөмірін береді. Профессордың ақылын алып, әйелі Зылихамен Ленинградта қалмақшы болған. Әйелі Мағжан соты болған жылдары 14 рет іздеп барады. Сөйтіп тұрғанда Сәбит Мұқановтан хат келеді. Біз сізді кешірдік. Коммунистік партия бәрін кешіре біледі. Келіңіз, сізді жазушылар одағы мүше қыламыз, деп хат жазады. Сәбит Мұқанов КГБ қызметкері болған. Өзі Шонның мүшесі болғанын еңбектерінде ашық айтады. Оны қара бөрік деп атаған. Қазақстанда болған 360 көтерілістің Көкшетаудағы біреуін осы Сәбит қанмен басқан. Қолына қару алып, жерлестерін өз қолымен атқан. Бұл да тарихта бар. Мағжан хатқа алданып Қазақстанға оралған. Осылайша алдап әкеліп Қазақстанда атқызып отыр ғой. Мұқанов күнделігінде бізге халық алдында Мағжанның және өзге алаш ордалардың халыққа жау екендігін әшкерелеуге тура келді. Осы мақсатпен біз 1924 жылдың басында Орынборда Мағжанға әдеби сот жасадық деп жазған. Сәбит Мұқановтың жазуынша, сотта Мағжанға қорғаушы есебінде тағайындалған рабфак оқушысы Жәкен Сәрсенбинді залда отырғандар айғайлап сөйлетпей қояды. Ал Мағжанды айыптаушы міндетін Сәбит Мұқанов атқарады да, оның ұсынысы бойынша сот мынадай қаулы қабылдайды. Бірінші, Жұмабаев қазақ халқының, сонымен қатар қазақ халқына қамқор болып отырған Совет үкіметінің қас жауы деп танылсын. Екінші, оның барлық шығармаларын оқылудан алыну өкіметтен сұралсын. Үшінші, бұдан бұлай Советтік баспасөз бетінен Жұмабаевтың шығармаларына орын берілмесін. Міне, кеше ғана қиналып келіп, Мағжаннан пана тауып, оның қамқорлығын көрген Сәбит Мұқанов осылай Мағжанды айыптаған. Тарихта әлі ашылмаған сырлар мен құпиялар көп. Бұл соның бір сыпырасы ғана. Мәтінді оқыған мен Самат Құдайберген. Жазған Ерболат Қуатбек.